Күн ыстықта таптырмайтын сусын спрайтсыз мохито жасаймыз. Лаймның жартысын және лимонның жартысын қабығын аршып, осылай турап және мятаның жапырақтарын қосып блендерге саламыз. Егер сізде блендер жоқ болса, пышақпен турап, ұсақтап турап алсаңыздар болады. Және 3 қасық қант саламын. Егер сізге тәттілеу ұнаса, көбірек қант салсаңыз болады. Үстінен біздің газировкамызды құйып, осылай блендерда езіп аламын. Содан кейін сүзгіштен өткізіп, осылай бөліп аламын. Енді қалған мятаны және лаймды осылай үстінен салып шығамын. Жаңа айтқандай, егер қант аз болатын болса, қант қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап осылай араластырып аламын. Лимонның және лаймның шырындары шыққаны дұрыс. Үстінен газировкамды құямын. Егер мұз болса, сіздер мұз салып жіберсеңіздер болады. Дәмі жақсы кіруі үшін біраз уақытқа салқын жерде тұруы керек. Міне біздің мохитомыз дайын. Каналға тіркеліңіз.